Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Жібек жолы» романынан үзінді «Боран жолы». Сабақтың мақсаты тірек сөздерді, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау, етістіктің шақтарын, ауыспалы келешекті қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдану. Алдымен оқушылар жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар. Тармақ, ветка, уста, плотник, зергер, ювелир, бұйым, изделие, саудагер, торговец, купец, делдал, маклер, дүние, мир. Оқушылар жаңа сөздермен сөйлемдер, сөз тіркестер құрастырыңдар. Ал енді мәтінге көшеміз. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Ұлы жібек жолының қызыл құмды көктеп өтетін тармағы боран жолы деп аталатын. Ветка великого шелкового пути, проходящая через Кызыл кум, называется дорогой Буранов. Аталмыш қалалардың ұстасы мен зергері бұйым жасап, сол керуен жолына шығаратын, ағылып жатқан саудагерлерге сататын. Плотники и ювелиры упомянутых городов изготавливали изделия и продавали их купцам, проходившим по караванному пути. Жиегіне жақұт тастарын қондырған шолпы, алтын тана, жыланбас білезік, қып-қызыл маржан тасынан тізген шолпы, берісі Бұхар, әрісі Бағдат базарында қараған көзді сүріндірді, делдалдың қолын дірілдетті, саудагерді саққылыққа үйретті. Платок с рубиновыми камнями по краю, золотой сундучок, браслет из змеиной головы, платок, обшитый малиновыми коралловыми камнями, один из Бухары, другой из Багдада, заставляли радоваться глаз, заставляли дрожать руки маклера и научили купца быть осторожным. Түтіскен ұсталарын дүниеге мәшһүр етті. Он прославил тугусканских мастеров на весь мир. Ал енді оқушылар мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: боран жолы қайда орналасқан? Где находится путь Буранов? Зергерлік бұйымдарды қайда шығарып отырған? Куда привозили ювелирные изделия? Мәтінде қандай зергерлік бұйымдар аталған? Какие ювелирные изделия говорится в тексте? Дескрипторға назар аударыңдар. Сұрақтарға толық жауап бердің. 3 балл. Ребята, обратите на дескриптор данного задания. Это задание оценивается в 3 балла. Осы сұрақтарға жауап беруге тырысыңдар. Постарайтесь, ребята, ответить на эти вопросы. Жақсы оқушылар, енді өз жауаптарыңды тексеріңдер. Бірінші сұрақ: боран жолы қайда орналасқан? Жауабы: боран жолы Ұлы жібек жолында орналасқан. Зергерлік бұйымдарды қайда шығарып отырған? Зергерлік бұйымдарды керуен жолына шығаратын. Мәтінде қандай зергерлік бұйымдар аталған?
мәтінде шолпы, білезік, зергерлік бұйымдар аталған. Оқушылар, сендердің жауаптарын біздің жауабымызбен сәйкес екеніне сенімдіміз. Ребята, мы уверены, что ваши ответы соответствуют с нашими ответами. Келесі тапсырма мәтіндегі етістіктерді шақтарға айналдырып кестені толтырыңдар. Ребята, обратите на следующее задание. Глаголы, которые в тексте даны, нужно написать в временах глагола и заполнить таблицу. Кестеде ауыспалы осы шақ, переход на будущее время, жедел өткен шақ, недавно прошедшее время, таблицы даны. Вы должны глаголы, которые даны в тексте, переделать их в ауыспалы осы шақ и в жедел өткен шақ. Обратите внимание на дескриптор этого задания. Ауыспалы осы шаққа айналдырды 1 балл, жедел өткен шаққа айналдырды 1 балл, етістіктермен сөйлемдер құрастырды 1 балл, және орфографиялық нормаға сай жазды 2 балл. Ал енді оқушылар, жауаптарыңды тексеріңдер. А теперь, ребята, проверьте свои ответы с нашими ответами. Мәтінде аталатын деген етістік берілді. Аталатын. Ауыспалы осы шақта аталады. Жедел өткен шақ аталды. Жасап. Ауыспалы осы шақта жасайды. Жедел өткен шақта жасады. Шығаратын. Ауыспалы осы шақта шығарады. Жедел өткен шақта шығарды. Сататын. Ауыспалы осы шақта сатады. Жедел өткен шақта сатты. Қондырған. Ауыспалы осы шақта қондырады. Жедел өткен шақта қондырды. Оқушылар, осы етістіктерді ауыспалы осы шақ деп және жедел өткен шақ деп кестені толтырыңдар. Ребята, я надеюсь, что вы заполнили эти глаголы в таблице. Ауыспалы осы шақ в переходном настоящем времени, жедел өткен шақ в недавно прошедшем времени.